Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше, тойымды, керемет болып шығатын жаппасай тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып аламыз. Үстінен тұзымызды саламыз және суымызды құя отырып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз еріген уақытта алдын ала електен өткізілген ұнымызды сала отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында осылай шанышқының көмегімен араластырып, кейіннен қолымызбен қамырымызды еттің қамыры секілді тығыздау қамыр илейміз. Қатты тығыз немесе қатты жұмсақ орташа қылып, орташа тығыздықта қамырымызды илеп аламыз. Мінекей бізде қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды әр 5 минут сайын немесе 10 минут сайын видеодағыдай илеп алсаңыздар, біздің қамырымыз теп-тегіс күшті болып жайылады. Ал енді начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін табаға сұйық майымызды құямыз. Етімізді алдын ала кубиктап турап, етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз және екеуі жақсылап бір 4-5 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Мінекей қуырылып болды. Енді үстіне кішкене сарымсақты ұсақтап турап саламыз. Сарымсақ ерекше дәм береді. Енді үстіне кубиктап туралған болгар бұрышы мен сәбізді қосып, тағы да 4-5 минут шамасында қуырамыз. Үстіне томатымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Жақсылап қызарып, мінекей қуырыла бастаған кезде үстіне кубиктап туралған картопты салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 4-5 минут шамасында қуырамыз. Татымына қарай тұзымызды саламыз және паприканы саламыз. Паприка бізге ерекше қызыл түс береді және кез келген приправаны салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне суымызды құямыз. Судың мөлшерін барлығы батып тұратындай құйғанымыз дұрыс. Енді ол подливымыз қайнағанша біз бағанағы қамырымызды жайып алатын боламыз. Алғашында осылай қолымызбен басып аламыз, содан соң оқтаудың көмегімен домалақтап, осылай бетін ғана тегістеп, жақсылап жаямыз. Содан кейін ұнымызды себе отырып, оқтауға орап, екі шетін баса отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырымыз қатты баспағандарыңыз дұрыс. Жай ғана баса отырсаңыздар, біздің қамырымыз теп-тегіс болып жайылады. Басында қамырымызды жақсылап илеп алсаңыздар, біздің қамырымыз соғұрлым тегіс жайылады және езілмей жақсы болып түседі. Мінекей видеодағыдай жұқа қылып, барынша жұқа қылып жайып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Жұқалығын көрсеңіздер болады, өте жұқа. Қолыңызды немесе дастарханның суреті көрініп тұрады. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, осындай шөтканың немесе қолдың көмегімен барлығына бір тегіс қылып жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін осындай құралдың немесе пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Осындай кубиктай қылып кесеміз. Мантының қамыры секілді. Қараңыздар, біздің қамырымыз жұқа әдемі болып шығады. Енді осы қамырымызды бағанағы қайнаған подливтің үстіне барлығын жайғастырып шығамыз. Май жағылған бетіне қаратып, осылай барлығын бірінің үстіне бірін қойып, жайғастырып аламыз. Жайғастырып болғаннан кейін бетін жауып, бір жарты сағат 30 минут шамасында баяу отта бұқтырып аламыз. Мінекей достар, біздің осымен асымыз дайын болды. 30 минут шамасында біздің қамырымыз толықтай пісіп, өте керемет болып шығады. Қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Мен осылай шет-шетіне қамырымды жайғастырып шықтым және ортасына подливымды құйып, дастарханға ұсындым. Қараңыздар, біздің тамағымыз өте ерекше болып шығады. Қалауларыңыз бойынша бетіне көк пияз немесе укроп сепсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің осымен асымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.